Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Аружан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен корндоктың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге сүт, ұн, жұмыртқа, тұз, сұйық май, панировочный сухарики, сосиски және де арнайы таяқшаларымыз қажет болады. Алдымен сүтке жұмыртқа мен сары майды құйып, шаңышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осылай араластыра отыра ұнымызды аз-аздан қосып отырамыз. Бірден көп қосып қоймаңыздар, себебі біздің қамырымыз қою болып қалуы мүмкін. Аз мөлшерде тұзды қосып, қою қамыр жасаймыз. Осындай биік ыдысқа салып дайындап аламыз. Болмаған жағдайда бокалға немесе сусындардың ыдысын жарты белінен кесіп дайындап аламыз. Дайын болған сосисканы қамырға малып алып, сухарикиге аунатамыз. Барлығын дерлік түгелдей дайындап алып, майды қыздыра бастаймыз. Қызып тұрған майға корндоктарымызды екі беті қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Біздің корндоктарымыз сондай жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Осылайша менің корндоктарым дайын. Өз қалауыңызша ұсынсаңыз болады, өз қалауыңызша түрлі соустармен ұсынсаңыздар болады. Менің каналымдағы қандай тағамдарды ұнатасыз және де қандай тағамдарды көргіңіз келеді, комментарияға жазып қалдырып кетіңіздер. Менің каналымдағы рецепттерді жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Аружан.